оқылым дағдысы. Алдымен оқылым дағдысы дегеніміз не? Оқылым дағдысы дегеніміз мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты әртүрлі деңгейде қабылдау және оны түсіну, тілдің айтылым заңдылықтарына сәйкес оқи алу, зерттеп оқу, шолып оқу, мәселені сын тұрғысынан бағалау, негізгі аргументті анықтап, дәлдеу деңгейіне бағытталады. Оқылым дағдыларын бағалау бойынша мәтінмен жұмыстар, мәтіннің стилі, жанры, тіліндегі ұқсастықтар мен айырмашылықтарды табу, ақпаратты өңдеу, пікірге қатысты өзіндік ойын білдіру, үндеу, хат, мақала жазу, түсініп оқу, жаңа сөздермен жұмыс, проблемалық сұрақтар құрастыру, тест тапсырмалары, кестемен жұмыс салыстыру, кері байланыс беру, талқылау, талдау дағдылары бағаланатын болады. Оқылым дағдысы бойынша оқылым дағдысының мақсаттарына тоқталатын болсақ, ең алдымен оқылымда дағдысы бойынша ақпаратты түсіну, мәтіннің стильдік ерекшелігін тану, мәтіннің жанрлық ерекшелігін ажырату, мәтін бойынша сұрақтар құрастыра білу, мәтіндерге салыстырмалы анализ жасау, оқылым стратегияларын қолдану, әртүрлі ресурс көздерінен қажетті ақпаратты алу мақсаттары жүзеге асырылатын болады. Әдеттегідей оқылым 3 кезең арқылы жүзеге асырылады. Оқылымның алдындағы кезең, оқылым кезінде, оқып болғаннан кейінгі кезең арқылы жүзеге асырылады. Оқудың алдында біз орындайтын тапсырмаларды түсінетінімізді тексере аламыз. Мәтіннің, суреттердің, кестелердің, сызбалардың аттарымен және де тағы басқа сілтемелермен таныса аламыз. Осы мәтіндегі пайдаланылуы мүмкін сөздерді ойластыра аламыз. Энциклопедиялық білімдерді қолдана аламыз. Сонымен қатар мәтіннің мазмұнына сәйкес алдын ала болжау жұмыстарын жүргізіп аламыз. Оқылымның кезінде, яғни оқып отырғанда мәтіннің түрін анықтаймыз. Мәтінді жылдам оқып негізгі идеяны түсініп аламыз. Мәтіннің кім үшін жазылғанын, қандай аудиторияға бағытталғанын, кімдерге арналғанын түсінуге болады. Сонымен қатар автордың мақсатын анықтай аламыз. Сендіру мәтінме, хабардар ету мақсатында жазылған ба, суреттеу мақсатында жазылған мәтін екенін, түрлерін анықтауға болады. Сонымен қатар таныс емес сөздерді таныса отырып, оны тіпті елемей қалдырып кетуге де болады. Бұл оқылымның кезіндегі тапсырма, бұл таныс емес сөздерді оқылымнан кейінгі кезеңде де жүзеге асырып алатын боламыз. Оқығаннан кейінгі кезеңде нәтижені талдап ненің сәтті шыққанын анықтай аламыз. Оларды сөйлегенде жазуды пайдалану үшін қажетті сөздер мен сөз тіркестерін теріп жазып алуға болады. Пайдаланылған стратегияларды талдауға болады. Анағұрлым тиімді стратегияларды сыныппен талдай аламыз. Сонымен қатар сөзіміз дәлелді болу үшін сіздердің алдарыңызда оқылым дағдысы бойынша ұйымдастырылған қалыптастырушы бағалауды тәжірибеде ұсынғым келіп отыр. Бұл сүйіспеншілік пен достық бөлімінің тақырыбы бойынша бұнда 7-ші сыныпқа арналған оқылымның 5-ші оқу мақсаты мәтін бойынша сұрақтар құрастыра білу, мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру, ойлау дағдысының деңгейі түсіну және қолдану, бағалау критерийі мәтіндегі мәселені түсінеді, мәтіннің идеясын анықтай алады, проблемалық сұрақ құрастыра алады, қойылған сұраққа ұтымды жауап бере алады дағдысын бағалайтын боламыз критерийге сәйкес. Ең алдымен мана тәжірибеде айтып кеткендегідей оқылым алды тапсырмасынан бастағым келіп отыр. Жалпы сыныптық жұмыс жүргізіледі. Берілген суреттер арқылы дос болу мен достықтың сыры туралы ой қозғау жұмыстарын жүргізіп аламыз. Достық кімдердің арасында болады, не үшін дос болады, дос болудың мәні неде деген талқылау сұрақтарын қоя отырып, оқылымның алдында достық жайлы сөз қозғаймыз. Оқылымның кезінде оқушылар жұптаса отырып, оқылым мәтінімен сауатты жұмыс жасауға дағдыланады. Екі дос бір егістікте жұмыс істейтін, бірі үйленген 3 баласы бар, екіншісі бойдақ. Күн батқанға дейін жұмыс істеп, достар тапқан өнімді тепе-тең бөлгеніміз дұрыс болмады деп ойлайды. Мен жалғыз тұрамын, сондықтан да айтарлықтай көп қажеттілігімде жоқ. Осындай ойымен түн сайын үйінен шығып, бір қап өнімді жасырын түрде досының
үй алдындағы қорасына апарып тұратын болады. Досы да ішінен: өнім мен пайданы бірдей бөлгеніміз дұрыс емес. Мен үйленгенмін, жұбайым мен балаларым бар. Қартайғанымда олар маған қарайтын болады. Досымның болса ешкімі жоқ. Қартайған кезінде оған қарайтын адам болмайды дейді. Осылайша бұл досы да түн жамылып үйден шығып досының қорасына бір қап өнім апаратын болады. Осыған қарамастан екі қорадағы қаптар саны неліктен еш азаймайтынына екі дос та түсінбей жүреді. Бір түні жасырын түрде бір-бірінің қорасына қап тасып жатқанда бір-біріне соғылысып қалады. Сонда ғана болған жағдайды түсінеді. Қаптарды жерге қоя салып, достардың бір-біріне деген адал ниеті мен достығы алдында көз жастарын тия алмады. Енді оқылым мәтіні бойынша тапсырма беріледі. Яғни фила кестесін толтыра отырып, мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастырыңыз. Ең бірінші, бұл фила кестесі 4 баған бойынша жүзеге асырылатын болады. Ең алдымен оған мәтіндегі негізгі фактілер жазылады. Екінші бағанға мәтіннің идеясын анықтайды. Үшінші бағанға мәтін бойынша 3 проблемалық сұрақтар жазады. Ал сол сұраққа төртінші бағанға келесі топ сұраққа жауап жазатын болады. Бұл оқылым тапсырмасын берердің алдында, ең бірінші сабақтың алдында бағалау критерийлері мен дескрипторлар балалармен бірге құрастырылып, таныстырылып өтеді. Соған сәйкес, бағалау критерийіне сәйкес мәтіннің идеясын анықтай алады, соның ішінде мәтіндегі көтерілген мәселені түсінеді. Екінші, проблемалық сұрақ құрастыра алады, сұрақ құрастыру жүйесін түсінеді, негізгі мәселені сұраққа арқау етеді. Осы төмендегідей құрылған дескрипторлар бойынша балалар жұмыстанатын болады. Осы жұмыстан кейін міндетті түрде оқушылармен кері байланыс жүргізіледі. Кері байланыс оқушылардың қалыптастырушы бағалауды тиімді жүзеге асыру үшін әр қарай өзіндік дер кезінде қатесін түзетуге мүмкіндік алады. Сонымен қатар сабақтың ажырамас бөлігі ретінде қарастырылып отырады. Онан кейін сабақтың соңы, яғни оқушының рефлексиясы арқылы жүзеге асады. Бүгінгі сабақтан не үйрендіңіз? Ол сенің өміріңе қаншалықты қажет? Осы оқушылар осы сұрақтар төңірегінде бір сөйлеммен жауап береді. Бұл оқушының рефлексиясы тек қана оқушыға емес, мұғалімдерге де өзіндік ойын саралауға, бүгінгі сабақты жүйелі кімнің қаншалықты қай деңгейде меңгергенін анықтауға мүмкіндік береді. Назарларыңызға рахмет.